Сәлем достар, бұл Қонаев ТВ арнасы Алақай Балақай бағдарламасы. Сіздермен бірге екінші асын оқушылары. Бүгінгі біздің шығарылымымыз ерекше болмақ. Біз бүгін қазақ халқының мақтанышы жыр алыбы Жамбыл Жабаев туралы сыр шертеміз. Жамбыл Жабаев ұлы ақын, жырау жыршы. Қазіргі Жамбыл облысының Жамбыл тауының етегінде 1846 жыл 28 ақпанда Жапа деген елге қадірлі адамның отбасында дүниеге келген. Жасының өлең жырға қаны өсіп, Сенбай Аронұлы сияқты жыр даңғылынан тәлім тәрбие алған. Жамбыл жыршылық өнерінен де асқан шебері. Оның үздік шығармалары 40-тан астам шет елдердің тіліне аударылды. Сол жылы 100 жылдық мерейтойы да аталып өтті. 100 жыл өмірінің 85 жылын өлең жырмен өткізген. 100 жасқа небәрі бірнеше ай қалғанда Жамбыл дүниеден өткен. Жамбыл Жабаев балама хатымды ботам оқыдым, халіңді білдім сапардан, қуанып саған отырмын, квартет атанған, сұраншы саурық секілді, болыпсың балам қаһарман, қайтармай жаудан бетінді, қаптаған қолға қасқарған. Жәкен 97 жасына дейін атқа салт мініп жүрді. 1942 жылға дейін салт атқа Алатаудың биігіндегі Құлансас деген жайлауға да шықты. Жәкен газет оқытуды ұнататын еді, және нендей қызықты жаңалығы бар деп сұрар еді. Хатшыларының бірі мектеп оқушылары, сауатты колхозшылар оқып берген газеттен өзінің көңілін қозғаған жаңалықты жырға айналдырар еді. Жамбыл ел ішіндегі оқиғаларды жырларына қосқан. Жамбылдың жырлары мектептегі оқулықтарға енген. Жамбыл жырларын жазбаған, оның жырларын хатқа түсіріп отыратын арнайы адамдар да болған. Жамбыл Жабаевтың шығармалары мен өмір жолы ұлттық рух пен сөз өнерінің шынайы үлгісіне айналды. Жамбылдың асыл мұраты болашақ ұрпаққа үлгі болып қала береді. Балалар, аманбысың шырақтарым, майысып көлге біткен құрақтарым, жүрмесем месен десіп тұра алмаймын, ішінен асып кетсе бір аптаның. Қонаққа келді міне Жамбыл атаң, сан жылдар жүк көтерген бүкір жұртам, қарт бабаң дәуіріне мейір қанған, қуанып жастығына сендей ботам. Білемін, өмірлерің тұрған жайнап, күндіз-түн жастық үшін жарық сыйлап, ай жұлдыз күннің көзі желменен су, бәрі де сендердікі әлемге айғақ. Биыл жыр алыбының туылғанына 180 жыл толып отыр. Бұл тек бір ақынның ғана емес, барлық қазақ ауыз әдебиетінің дәстүрінің мерекесі. Осымен хабарламамызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар, келесі кездескенше!